Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Кітапхананың төрінде оқы және жен онлайн байқауының кезекті подкастының қонағы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, кітапхана ісінің үздігі Казина Гүлжамира Қалесқарқызы. Қош келдіңіз, Гүлжамира ханым. Рахмет. Бүгінгі сіз естіп жүргендей 24 жылдан бастап бізде оқы және жен онлайн байқау басталған болатын. Сол үрдіс әлі де жалғасуда. Неке 25 жылдың 1 ақпанынан бастап 3 кезеңі тіркеу жұмысы басталды. Осы онлайн байқау туралы сіздің пікіріңізді білсек деймін. Өте жақсы. Жақсы бастама. Өйткені қазір кітап оқу керек, оқуға баулу керек, оқуға тарту керек. Бұл облыстық кітапхананың бастамасы бүкіл аудандарға тарағаны парыз, әрине де, және оқырмандарға онлайн болсын. Осы жерге келіп кітап қарайтын, журнал, газет оқитын адамдарға да бәріне де себеп деп ойлаймын. Өйткені ой өрісін көтеру керек. Қазіргі заманда өткен кеткенді саралау керек. Орта буынға, үлкен буынға, ал жастарға үйрену керек, тәрбие алу керек. Ал тәрбие неден басталады? Әліппеден басталады, оқудан басталады. Үйде жүріп 6-7 жасқа дейін бала әліппені танымайды, әріпті танымайды. Ал мектепке барғасын, кітапханаға барғасын, сауатын ашады. Мынау маңайындағы өмірге көз салады деген сияқты. Әрине, қазіргі өмірде өте көп қызықты шаруалар, қызықты дүниелер өте көп. Бірақ та соның ішіндегі кітапқа құмарлық, кітапқа тарту деген бұл маңызды шаруа. Соған сіздерге, осы кітапхананың қызметкерлеріне мың алғыс. Осындай бастаманы бастағандарыңа сәттілік деймін. Өйткені 2 дүркін өткен конкурстарыңыз, байқауларыңыз өте сәтті өтті. Осы 3-ге қатысып отырған жастар болсын, қарап отырған сырттай онлайн қарап отырған оқырмандар болсын, солардың бәріне де сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Енді Гүлжамира ханым, сізден бір өзіңіз туралы кішкене біліп өтсек, қандай жанрда кітаптарды ұнатасыз, және бала кезіңізде қандай кітаптарды ұнатқан боласыз, қандай кітаптан бастадыңыз, сол туралы кішкене әңгімелеп берсеңіз. Енді менің бүкіл өмірім, саналы өмірім осы кітапханамен байланысты. Өздеріңіз білесіздер, осы мен кітапханада 35 жыл қызмет істеп, дәл осы кітапханаға бірінші диплом алып, институт бітіріп келгенімде осы кітапхананың табалдырығын аттағанмын. 35 жыл қызмет істеп, соның ішінде директордың орынбасары болдым, директор болдым, зейнетке шықтым. Әрине де бұл жай кәдімгі жұмыс іздеп, кітапханашы қызметін таптым-ау деп қуанғаным емес. Бұл бала кезімнен өзім кітапханаға баруға өте үйір болдым, кітап жақсы көрдім. 7-8 класстан бастап біздің кішкентай ауылымызда кітапхана болатын. Сол кітапхананың бүкіл кітаптарын мен оқып шықтым деп айта аламын қазір. Ал енді бірінші кітаптарым болса, ол әрине де ертегілер, батырлар жыры деп айтуға болады, аңыздар. Ол кезде әрине де мұндай кітаптар өте аз, сирек болатын. Соның өзінде де 1-2 дана болса, соның оқып, соған қуанып, кәдімгідей ой өрісін көтеріп, себеп болғаны, кітап оқығаным, мен оқудың үздігі болдым. 10 класс бітіргенде гіл 5-тікпенен бітіріп, сондай кітап оқығанның себебі деп ойлаймын, сол кездегі. Өйткені басқа қарайтын кино деген, концерт деген ауыл жерлерде аз болатын, жоқ болатын, қолға жетімді сол кітап болатын біздің кезімізде. Бала кезімнен Бала кезімнен кітап жақсы. Ерекше бір есіңізде қалған кітап туралы бар ма сондай бір? Ондай жағдайлар болды. Бұл менімен сұхбаттасқанда, мен туралы видеоролик жасағанда айтқаным бар.
сол кітап, кішкентай кітапхананың бүкіл кітаптарын оқып шыққаннан кейін кітапханашы апайымыз болды, Менсұлу деген кісі. Сол кісіден сұрадым, тағы да қандай кітап оқуға болады деп. Ол кісі маған бір үлкен қалың кітап берді. Сырты көкпен қапталған үлкен кітап. Қарадым да капитал деген сөзді оқыдым, капитал. Бұл қызық екен, капитал не екен, жарайды, қарап оқып шығайын деп үйге алып келдім. Өзі қалың, үлкен, ауыр кітап. Үйге әкелсем, әкем сұрады, бұл қандай кітап әкелгенің деп. Мен айттым, мына кітапты маған берді, кітапханашы деп. Ол кісі мұқабасын қарап, Карл Маркс «Капитал». Ой, балам-ау, бұл сен оқитын кітап емес. Сен бұл кітапты оқи алмайсың. Апайың әзілдеп саған берген екен ғой деп. Содан бір-екі бетін мен орысша оқимын, қазақша оқымаймын ол кезде. Орысша оқимын, бір-екі бетін ашып қарадым да, ештеңе түсінбегесін қайтадан апарып бердім. Апарып бергенде ол кездерде кітапханашылар кітаптың мазмұнын сұрайды. Не туралы деп. Оқыды ма бала, оқымады ма, жай алып, ермек қылып қайтадан әкеп тастады ма деп. Сосын айттым, апай, мен бір-екі бетін оқыдым, бірақ мен түсінбедім, бұл маған емес, менің әкем айтты. Бұл кітап үлкен ересектерге екен деп. Сосын күліп жіберді, айтты, рас, солай. Жай сынақ ретінде. Қалай болар екен оқырман, сен бұны үшін қарайсың ба, қарамайсың ба, ашасың ба, ашпайсың ба деп бергенімде. Сондай қызықтар болды. Одан кейін мен өте жақсы көретін кітаптарым, енді қызықты оқиғалар туралы, приключение, детектив деп айтамыз. Сол кездерде, менің кезімде, индеец туралы көп, Американың индейцтері туралы көп кітап шығатында. Купер деген автордың кітаптары шығатын. Сол кезде бір кітапты оқып, Ациола, Вождь Семенолов деген кітапты оқығаным бар. Сонда сол кітапты кәдімгідей жанымдағы қыздарымменен бейнеге салып, көрсетіп, индейстер сөйтеді екен, бүйтеді екен деп, бастарына қауырсын тағып, маска жасайды беттеріне деп, солай. Олар оқымаған ол кітапты аң-таң болып қарайды, мен айтам солай. Сосын сондай қауырсынменен маска жасағаным да бар. Кітапты көрмелеп істедіңіздер, иә, сонда? Кітапты көрмелеп, сол кітаптың әсері, кітаптағы оқиға әсер еткені менің мынау жас буын көңіліме, ойыма әсер етіп, соны мини театрализация қылып, сол жанымдағы жолдастарыма көрсеткенім бар. Сондай балалық шақты есте қалғаны. Жақсы, рахмет. Келесі тағы да бір сұрақ қояйын сізге. Мынау енді жаңа айтып отырсыз ғой, әртүрлі кітаптар жанрын оқыдым. Бір есіңізде қаларлық немесе ұнататын қай жазушының, қай авторды ұнатасыз? Бір ерекше атап өтсеңіз сол кісілерді. Енді мен былайша айтар едім, әрине де мен кітапхананың қызметкері болғаннан жаңа түскен кітаптардың тастамай соның бәрін оқып шықтым деп айтуға болады. Жаңа түсілімдер. Және де 90-шы жылдары ақтаңдақтар ашылғанда, тарих ашылған кездерде өте көп, әдебиетке үңілдік көп, бәрін оқыдық, қарадық деген сияқты. Бұлай жанрға бөле алмаймын, өйткені мен оқымайтын жанрымды айтайын қайта. Мен фантастика оқымаймын. Басқа жанрларда оқимын. Енді үлкен романдарды онша оқымаймын. Ал енді повесть болсын, қара сөз болсын, эссе болсын, және де мемуарлық кітаптарды жақсы көремін. Бұлай шында ақын жазушылардың арасынан кімді бетке ұстап, әрине бәрі де осы халық, Қазақстанның халығы бетке ұстайды ғой. Олжас Сүлейменовтың кітабын жақсы көремін, бірақ ол кісінің орысша оқимыз, бірақ көп дүниясын өте түбіне жетіп түсіне алмайсың. Оны мен қазір қайтадан оқып жатырмын. Жас кезімде оқыдым, орта буын кезінде оқыдым, қазір де қайтадан оқимын. Соның өзінде жаңа түсініп келе жатырмын. Ол Жас Омархановичтің қазіргі ойын қалай жеткізгенін. Ол кісімен айтып отырғаным, ол кісімен мен бірнеше кездесуде болдым, дәмдес болдық. Және Мұрат Мұхтар Чауезовтың кітаптарын жақсы көретінді. Олжас ағаның
не унижая горы возвысить степ деген цитатасы қазір бәрі де жатқа білет. Ол кездерде бірінші шығуы еді. Бұлайша Мұқағали Мақатаевты қазақша жазған өте жақсы көрем. Қазір мен осы соңғы 2-3 жеті болды. 4 томдық шығармасының 4-ші томын оқып жатырмын, бітірейін деп жатырмын. Бұл 4-ші томда Мұқағали ағамыздың аудармалары, шет елдің авторларын аударған 70-ші жылдары. Қазір осы кітапханаға түсіп жатыр ғой аудармалар. Жаңағы авторлар аударып жатыр. Ал ол кездер 70-ші жылдары сол кісілер қазақша аударған. Шекспирді аударған, орыс әдебиетшілерін, ақындарын, жазушыларын аударған. Сол кісінің Мұқағали ағамыздың қазір мен оқып жатқаным күнделігі. Күнделігінде 2 тілде жазады. Орысша жазады, қазақша жазады. Күнделікте әрине өзінің басынан кешкен, күйзелген кездерін жазады. Мынау ұлы Айбар жүрегіне от салған, о бала тентектеу болған, сондай оқиғасы, соны жазылған. Және де Мұқағалиға қол ұшын бермей, ешкім қарамай, о кісіні шеттете бергенін жазады. Өзінің күйін, өз жан күйін, жанындағы, жүрегіндегі жазылған, кәдімгі айтамыз ғой, қазақшалап айтқан, жан жүрегімен жазған, жан қанымен жазған күнделігі. Мен сол өте толғанып отыр. Жақсы. Өзіме ескеріп алайын осыны оқуға. Балаларға да, және де мынау неге де жаңағы конкурсқа да қатысып, соны Мұқағалидың кітабын оқыңыздар, Олжас Сүлейменовтың кітабын оқыңдар, жас авторларды оқысын деген ойымен. Рахмет. Енді жаңа айтып отырсыз, Олжас Сүлейменовтың кітаптарын қайтадан оқып жатсыз. Тағы да бір есте қалар кітаптар бар ма? Бір кітапты бірнеше рет оқыған кездеріңіз болды ма? Ондай жоқ шығар деймін, бірақ бір кітапты айтайын. Бұл енді шетелдік кітап. Қарасаңыздар, сіздер көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Мен балет жақсы көрем. Балет туралы көп қараймын. Телевизордан қараймын, және де оқитын кітаптарым да бар. Менің жақсы көретін Николай Цискоридзе деген балет театр, үлкен театрдың бірінші бастама танцоры болған. Сол кісінің естеліктерін, ол кісі енді 50-ні жаңа ғана асты, соның естеліктерін тыңдап отырамын, қарап отырамын. Сондықтан да Щелкунчик деген балет бар. Жылына, жаңа жылдың басында қойылады. 31-ші желтоқсанда Москвада болсын, қай жерде болсын, әлемде болсын, Щелкунчик деген балет қойылады. Сол Щелкунчик балеттің негізі қайдан шықты? Ол неміс ертегіші, неміс фантаст деп айтуға болады, бірақ ертегі көп жазған Вильгельм Амадей Гофман деген кісінің кітабы. Сол кітапты мен 2 рет оқыдым. Именно сол Щелкунчик деген кішкентай ғана әңгімесі, ертегісі. Неге сол ертегі 200 жыл болғанша әлі де әлемдік әдебиеттен орын алады, әлемдік балетте орын алады, әлемдік ойы бар, музыкалық ойы бар, би жағынан қабілеті бар адамдардың бәрінің жүрегін тербейді. Не үшін деп сол кітапты 2 рет оқып шықтым. Рахмет жауабыңызға. Енді тағы да келесі бір сұрақ, бір қазақ әдебиетінің қай туындылары сізге ерекше әсер етті? Қазақ әдебиетінің сол жерде атап өтсеңіз. Қазақ әдебиетін болса, мен жазды. Енді соңғы 2 жылда көп айтып келе жатырмыз, Алаш арыстары деп. Енді Ахмет Байтұрсыновтың кітабында оқып шықтым, Міржақып Дулатовтың да кітабын оқып шықтым. Бірақ та менің соңғы жазды күні оқығаным Сәкен Сейфуллиннің «Тернистый путь» орысшасын оқыдым. Соны оқып отырып, мен салыстырдым. Қазіргі өмірменен сол кездегі заманды елестетіп.
қандай қиыншылықпенен біздің елге тәуелсіздік келді. Біздің азаматтарымыз сол кезде көзі ашық азаматтар ғасырдың басында, өткен ғасырдың басында қалайша сауаттарын ашқан, қалайша халыққа сол сауатты жеткізу үшін не жасады, қандай әрекет жасады, қандай қуғын сүргінге түсті. Сол Сейфуллиннің «Тернистый путь» деген кітабын оқып шықсаңыздар, сол кездегі қазақ қоғамы бірнешеге бөлінгені түсінесіңдер. Торғай жақ бір жағында мынау ненің 16 жылғы азаттық көтеріліс басталып жатқан кезде Сәкен Сейфуллиннің геройы енді өзі туралы ғой енді. Ол Ақмола жағында жүрген, естіген, сондай көтеріліс болып жатыр деп. Сол жерде елдер жиналғанда көмек көрсеткен, қандай көмек көрсеткен? Үйлеріндегі бар металдық заттар болса, сол жаққа жіберген. Өйткені ана жақта Торғайдың ортасында қылыш дайындалған, жай бір тартатын мылтық дайындалған. Сондықтан халық жасырынды сондай көмек жіберіп отырған атарбаменен. Соны көріп Сейфуллин жазып отыр. Одан кейін ол кісінің жазатыны қазақ зиялы қоғамының өкілдері Оренбургта жиналғаны, қандай әңгіме құрғаны, кімді қандай комиссияға құрғаны, соның бәрін жазады. Сондықтан қазір тарих туралы жазылған кітаптарға қайтадан тағы да үңілсеңіздер, біз енді әрине де жас келгеннен сайын, ми толыққаннан кейін басқа информацияның бәрін лақтырып тастап, сол оқып отырған кітабыңа үнілесіңде, анамен де, мұнамен де қандай оқиға болсын салыстырғанда сол көзге елестейді. Рахмет ханым. Келесі тағы бір мынандай сұрақ, енді қазіргі заманға сай, мысалы қазір адамдар, жастар әсіресе барлығы электронды кітаптарды ұнатады ғой, енді барлығы телефондарынан, смартфондарынан оқып. Сізге қалай, сіз өзіңіз былай алып кітапты 3D дейміз ғой, 3D оқығанды ұнатасыз ба, әлде телефоннан, смартфонмен қалай? Мен телефоннан көз қарасыңыз қалай? Планшетке түсіріп алған кітаптарым бар, бірнеше кітап планшеттен де оқыдым. Оңай, жеңіл, өйткені планшетке түсіретін электронный кітап ол толығыменен 500 бет болса, ол 500-мен түспейді ғой. Кішкене сокращенный варианте түсіріледі. Жеңіл, оңай, тек қана біздерге шрифттік үлкенірек болса, оқимын электронды кітапта, жай оқимын. Бірақ мен екі жақты болғанын жақсы көрем, ұнатамын. Екі жақты. Электронды да оқысын. Өйткені кітапты оқу керек деп, жай қағаз кітап емес, менің айтатыным, электрондық кітап. Тек қана жақсы кітап оқып отырса, адамның, жас өспірімнің ойы өрісі өсет, көңілі толғат, ақылына ақыл қосады. Тәсілге тәсіл қосады дейді. Еңбекқорлық қайдан, неден басталады? Еңбекқорлық басталатыны мектепте еңбекке баулыса. Ал енді сол еңбекті, қандай мамандықты өзіне қаласа, сол мамандық туралы тағы да дополнительный материалдар іздеп, оқып, соның шыңына жету үшін әрине де ол қазір электрондық вариантта келеді. Қазір өздеріңізде бір жеріңіз ауырып қалсын, мынандай дәрінің аннотасы қалай екен деп бәрін оқып аласыз, Google-ға сұрақ қоясыздар. Оның бәрі де қазір өте жеңіл. Оқу деген қазір жеңіл. Оларда қағаз кітап оқымаса да, бірақ электрондық кітаптан информация алу өте жеңіл. Ол өте жақсы, қазіргі заманда ол өте жақсы. Ал енді бірақ жай мынау кәдімгідей қағаз кітап оқыған бұл пайдалы бір себебі адамның көзі қанат. Сол қағаз кітабын қолыңа алып, немесе креслоға отырып, диванға отырғанда сезіну, соның ішіндегі оқиғаға бірге үңіліп кету. Сол енді әсер етеді.
қағаз кітабы. Мен өйткені шетелдің көп кітапханаларын араладым, көп елдерде болдым. Сол кітапханаларды аралап жүргенде шетелдің кітапханалары оқырманға толы. Қандай бөлім болмасын, кітапханаға толы, отыратын орын жоқ. Мысалы, біз Францияға барғанда, Францияның үлкен кітапханасы бар. Сол кітапханаға енді республикалық мемлекеттік кітапханасы, соған барғанымызда бізді келген меймандарға 18 адам, біз 20 шақты адамбыз, бізге орын болмады. Бізді отырғызып, бізбен кездесу өткізуге. Өйткені оқырман залда, мынандай залдың бәрі, қандай бөлме болсын, бәрі толық болды. Сонда бізді қарсы алған кісілер бізден кешірім сұрап, сіздерді отырғызатын орын болмай жатыр, бір кішкентай кабинетке кіргізсек ренжімейсіздер ме деп, солай бізден сондай кешірім сұраған. Американың кітапханалары бәрі толы, Францияның кітапханалары толы. Қай жерге бармасын, мен Сингапурда да болдым, Малайзияда да болдым. Кітапханаға адамдарға толы келушілер. Өйткені тек қана жабайы кітап емес, ол жерде электрондық бүкіл жабдықталған, жабдықталған техника жағынан және де көру қабілеті, экранға шығарып қарау, немесе планшетті, сол планшет деген дүниелеріңіз кәдімгідей стулья, креслоларда тұрады. Соны аласың да электронны оқисың. Компьютерға кіресің де жұмыс іздейсің бе, оқу іздейсің бе, дос іздейсің бе, баратын жерді іздейсің бе, тамақтану жерді іздейсің бе, сол компьютерден кітапханаға келіп тегін. Өйткені шетелде әрине де қаражат өте кәдімгідей қымбатшылық ол жақта бар. Сондықтан кітапхана тегін болғандықтан, кітапхана әлемде бұл жылы орын, оқырманның келетін орны, оқырманның кездесетін орны, оқырманның сол жерде алатын өзіне керек ақпараты. Оны пайдалану, қалай пайдаланасың? Жұмысыңа ма, оқуыңа ма, демалуыңа ма, қандай кезекті ақпарат болсын, соны алуға болады. Гүлжамира ханым, уақыт кішкене шектеулі болған, кішкене рахмет сіздің сұхбатыңызға. Енді мына келіп отырған біздің студенттерге бір ақыл кеңесіңіз, бір кітап оқуға деген ұсынысыңыз болса, сол кісілерге бір айтарыңыз болса, мархабат. Манадан бері айтып отырған сияқтымын. Мен алып отырмын сізден. Манадан бері айтып отырмын, оқу керек деп. Әрине де келіп отырған оқырмандарға рахмет келгендеріңізге. Сіздер әрине де сабақта электрондық вариантпен оқитын шығарсыздар, және де қағаз кітапта бар шығар сіздерде. Оқысаңыздар, қазір сіздерге білінбейді. Қазір тек қана кітап оқу емес, қазір театрға бару керек, қазір концертке бару керек. Өздеріңізді толықтыруыңыз керек мәдениетпенен, осы қалада болған сәтті пайдаланып, көз ашу дейді. Көз ашу деген бар, қазақтар айтады. Көздеріңіз ашылады, көкіректеріңіз оянады кітап оқысаңыздар. Бір-біріңізбенен ертең ересек кездеріңізде кездескенде бір жолдастарыңыз бола ма, немесе бір ортаға түскенде айтатын өздеріңіздің сөзіңіздеріңіз болады. Көкіректеріңізде сайрап тұрса, ал мен бұлай мысал келтірейін деп біреуге ақыл айтуға да болады, шамаларыңыз болады. Сіздер кітап оқып отырсаңыздар, Абайды оқысаңыздар, Олжас Сүлейменовті оқысаңыздар, тағы да көп деген, Әзілхан Нұршайықов деген ағамыз бар. Бауыржан Момышұлының қазір мінекей 80 жылдық жеңістің тойы келе жатыр. Бауыржан Момышұлын оқып шықсаңыздар, соның бәрі де сіздерге жас буын, өздеріңізге мәдени қуат береді. Ерекше сезесіздер. Жаныңдағы бір-екі досыңыз сауатын ашуға сіздер көмектесесіздер. Сондықтан кітапханаға бару керек, оқу керек. Өздеріңіздің кітапханаларыңызда, оқу орындарында, басқа жерде болса да оқыған дұрыс. Бұл оқыған сауаттылық ашылады. Өйткені қазір біз бәріміз электрондық
құралға еніп кеттік, сіңіп кеттік, бірақ та соның бәрінің ертең соның қиыншылығын кездестіріп жүретін шығармыз деп ойлаймын келесі жастарға, келесі ұрпаққа біз ата бабамыз қалдырған рухани азықты жеткізуіміз керек. Оны жеткізетін сіздер. Гүлжамила ханым, сізге көп алғыс. Сіз уақытыңызды бөліп бізге келген үшін көп рахмет сізге. Алдағы уақытта сізге зор денсаулық тілейміз. Сұхбатыңызға көп рахмет сізге. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға.